Қалайсыздар? Қайырлы күн, Энка Лайф. Омар мына жерде ойнап жатыр конфеттермен. Әже мына жақта отыр. Біз тортпен шай ішіп жатырық. Мынандай торт жасағанбыз. Скоро Суперкеншек каналына шығады. Қатындар шашы жуып жатады, біздер майда қызбыз. Шешелеріміз ұстап алып басымыз жуып жатады. Содан дұрыстап жумаса, баяғы сары судың иісі, айранның иісі. Bir gün басымызға тоқпақтай бит түседі. Баяғы айранмен жуғасын бит түседі да. Дұрыстап кетірмегеннен кейін. Одан түгі оны тарайды отырғызып алып. Маған басы биттеп кетті деген біріне бір айқайлап. Үйіңде тарақ бар ма? Бит тарақ. Қайрақтаған биттер шығады тарсылдатып. Әр мезгілдің қолы бос болмайды ғой, әр мезгілдің өзіне жараса жұмысы бар. Одан жас шығады. Қойлар 40 мың. Жаңағы ірімшік, ақ ірімшік, сары ірімшік көктемде ғой. Көктемде істей ма? Апрельде, майда істеледі. Марттан бастап қой туады. Туым басталады. Қой туады. Қой туады. Әдеп туатын қойлар болады. Ал әдепке бірден туатын қойларды ата-ана шопандар білет, әкелеріміз. Бір 30-40 қой бар, ең алдымен туады-ау деймін, соны кейін осы кезде ойлаймын. Анау болды ма, 40 шақты болды, туып болды ма бәрі дейді, дейді. Онда қосақта мына әйелдер саусын деп. Жаңағы қойлар қосаққа үйренген, олардың қозыларын бірден сойып жібереді да, терге тапсырып жібереді. 40 қой бар, 40-50 болады, қосақтайды соны. Ана қойлар енді туып атқанда, олар уже туып, бейшаралардың қозысын сойып, өздерін ылғи сауын қой қылады да, айран, ірімшік солардан істейді. Сауат соны. Шелекті алып, екі жеңгеміз екі жағынан. Сауын қойлардың несін не қылады ғой, е? Мәрі қой дейді оның атын. Мәрі қой дейді, білмеймін неге мәрі қой дейтін. Оның қаяқтың сөзі екен. Ол мәрі қойлар жылда ерте туады, өздері үйренген. Ерте қашып кетеді, ерте туады. Олар бейшаралардың өмірде қозысы болмайды. Олар тек сауын қой. Сол 40-50 қойдан сол айран, сүт, ірімшікті істеп алады бір-екі ай. Қалған қойлар туа береді. Олардан да сүтті қойларды таңдап алады екен де мәрі қойға. Сүтті қойларды әу баста. Ақсүйек дейді. Соны айтайын деп жатыр. Бүгін ақсүйек ұйымдастырады. Қазбек байдың ауылы көшіп кетті мына жерге. Ақсүйек құрып жатыр, қызы келіп дейді. Мен қызы болсам, Қазбектің. Соны басқа ауылдан жігіттер келеді. Баяғы, сөйлесе алмай жүрген, көре алмай жүрген. Жоқ, сонда деймді, соны қумайды үлкендер. Жаңа жеңгелері алып шығады. Оның байларды ұрыспайды. Жібереді, жеңгелері қосып бар, ойнап келіңдер деп. Келіншектер де ойнап кетеді. Бәсі. Айне. Ана қайын сіңілдерін аналармен сөйлестіріп, өйтіп, бүйтіп. Біреулер келіншектің өзіне қырынбайды. Соны қазақтар біліп отырса да, үндемейді. Себебі өзінің ауылының жігіттері сол ауылға барып сондай нәрсені істейді. Біздің мына жаңағы түнгі клуб дегенге бара береді ғой, бәрі жабылып, жастар қой демейді, әке-шешесі. Қыздар қыдырып кетеді ғой, айтқанды қылмай енді қазір. Кейбіреулер ғана шықпайды ондайға, қой бармаймыз деп. Ол кездерде де сондай ау деп ойлаймын. Түнгі клубтар ау сол. Сіздер түнгі клубтарды жақсы ғой. Ішпейді, шекпейді, нәрседе қуып кетеді ғой. Біздің түнгі клубтарымыз жақсы еді ғой. Неше түнгі клуб дегендерді болған әже, би күнде кешкісін ба? Сондай болған ба? Папалар айтады ғой. Сақын. Бір неде. Түнгі клубтарында. Біздерде Совет үкіметі құрылғаннан кейін кинотеатр салынды, клуб салынды да кино қоятын. Жазды күндері. Соны әптен жаңа орыстар келіп, орыстардан тәрбиені үйренгеніміз. Киноның алдында жарым сағат бұрын жастар жиналады да, ана кино механикке музыка қойдырады, сол жерде таныс ұйымдастырады. Сол жерде киноға ертерек шығады үйден. Үлкен адамдар, біздің апаларымыз, жезделеріміз киноға барғысы кетеді, жарым сағат ертерек барайық деп. Адамдар отырады, әңгіме айтып, бірімен бір үлкен адам жігіттер, қатындары отырады, әңгіме айтып. Билегісі келгендер шығып, байыменен, несіменен билейді, қайындарыменен. Ол енді орысқа мәдениетті көрінеміз деп біздің Тамдыда да сондай болды. Соған сосын үйлер, 10-11 кластың балдары бар, билейді,
қыздармен сөйлеседі. Ол болды енді ол. Ал енді ондай түнгі құлып болған жоқ. Ол да сол киноның алдында жарым сағат. Қатарласып отырамыз. Апамыз бен жездеміздің қасында. Жалғыз мен емес, сол кезде қыздар сондай. Ана балдар әнде жерде тұрады. Қыздардың арттасынан қарап. Тасылап тұрып сөйтіп деп. Қыздар түрін көргенге мәз өтесіз ғой. Ұзақтан түрін көргенге мәз. Бұрынғының есі. Это вязаный кулек, сары дубленка и сары орамал. Еще ақ етікке. Енді Омардың киімдерін дайындаймын. Вот, әже одевается. У машинаның түрін көрдіңіз бе? Басқаша шапка киіп алған. СССР балаларына ұқсап тұр ма? Ой, әңгіме айтады өзі. Қуанып тұр далаға шығатын, дауысын қаттырақ шығарып жатыр. Келген, сала. Бісміллә. Коляскаға мінгізіп қояйын, сосын есік кілттеп шығамын. Біліп тұр да. Біліп тұр, ары қарай дауысын шығарып тұр. Болды ма? Иә? Мына жұмыс қаңғы. Ана жердегі есікте ғой же? Мына жерде кіретін есік тұр ғой? Иә, сода. Айтпайсың ба сен? Білесің ғой десең. Осы жердің адамысың. Жатырсың көзін бақырайын. Ойбай, жауып қайтарып жатыр. Өсекті ма? Деп аласыз ба? Келмейді ме іште? Ана жолдан отырамыз. Ана жолдың ғой ма? Әжекеміз шықтық. Бүгін базар аралаймыз әжемен бірге. Мына алдында байкекеден аламыз. Шапочкасымен бірге. Картошечка мамасынан, картошечкасы. Ауыл мынау, Қарағанды облысы. Қарағанды облысы, Теміртау қаласы. Теміртау деп айтса да әже де, көбісі ойлайды екен ауылдық жер деп. Қызық е? Теміртауда бұрынғы қалалар әлі тұр ғой. Крушевский дегендер бар, поставил саналары. Қалыңдығы 1 метр е домдарының. Қаламайды жастар қазір. Крушевскийден ұялады, төбе шаш тік тұрып. Қаяқтан алып жатыр. Енді жаңарған деген жақсы ғой. Жаңарған деген, өркендеген деген, өркениетке қоғамға ілесіп отырған деген. Соны дұрыс істемей жатырған тым жақсы жайға кіреді, құлап қалады. Әже қыз сондағы құлап қалатын домдар жайлы айтып тұр. Әже бутикке кірді, әні жүр. Ішін аралап, қазір кіреміз омар екеуміз. Әже мыналардың артына қарап отыр. Мынау не, бұл да сондай? Мынау әдемкен. Мынау. Цветі ашықтау. Аналардың берген ақшасын ұрып жіберсем бе? Қайдан шықсам онdan шық деп па? Қаяқтан шықсам? Мынаның несі әдемкен е жағасы? Размерлер бар ма? 58. Менің түрім формамды көріп тұрсың ба? Бар ма? 58. Tamam. 60. Tamam. Қойдың әже шлей 60 емессіз. 58-дің өзі кең болып қалды ғой сізге өткенде. Ал? Өткенде 58-дің өзі кең болып қалды ғой сізге. 60-қа бара қоймадыңыз деймін да. 25 дейсің ба? Ya. Кәне көрейік араланға. Есікше берінеміз. Кішкентай арзандатып берем дей ма? Болмаса келіңіз. А? 24-ке. 24-ке ма? Ой, жаға кетті. О, шығып кетті.
Магазин аралап жүрміз, базар аралап. Катаська, жол бойында ұйықтап барып ұйықтап келдің бе? А? Ұйықтап барып ұйықтап келдің бе сен? Шашын қара, шашын. Шашын қараңды, шашын. Ой, жаным. Уже үйге келдік. Енді кешкі ас ішіп, тамақтанамыз. Что уже түн болып кетті, прямо қоймызға. Біз кешкі ас ішіп алдық. Кухняны әлі жинау керек маған. Қазір кухняны жинау. Мына жерде менде торттар. Список 38 торт шықты. Тағамдар. Иншаллах бұны толтырып бітірем. И Алла қаласа күндерге бөліп жасайтын болам. Қазір Рафаэль Рафаэльда рецепция YouTube каналда бар. Олар жылап отыр. Әже екеуміздің тауып алған көйлегіміз. Тауып алған көйлек. Сыртында накидка отдельно и ішінде мынандай көйлек отдельно. Мынаны біреуін алып тастаңыз деді ғой, екеуі бірдей не болмайды. Я ішінде көйлектер де бар, сыртында да бар. Прям күшті. Күшті тұр, ә? Күшті тұр. Ертең үстіп киіп. Алдыға қараңыз әже. Мен гранат ашып өттім. Гранаты қалай тап-таза и оңай ашылды. Егер сіздерге қалай ашылғаннан тез оңай ашылатын үйренгіңіз келсе, комментарийға қалдырсаңыз, мүмкін ертең стористе бөлісесіз. Ойбай, ертең влогта көрсете салам. Қазір банан и мандарин тазалайым. Перекус фруктовый. Сен абай жолын не қыласың, айналайын. Сағат 12 болды, әжеге Омар кітап оқытқызбай жатыр. Бұл аузыңа салатын нәрсе емес бұл. Оқитын нәрсе. Көзіңнен айналайын сенің. Түсініп тұрсың ба? Бат-бат кесіртке сияқтан. Қарайды маған. Кет тартқан. Күне таза жинап қойдым. Наны мен жаңа осыған наны құран болды ойладым да, бірақ айнып қалдым, микроволновкаға салатын болдым. Баршаңызбен қоштасып алып түнгі сағат почти 2-де не істеп жатырмын, білесіздер ме? Өзіме бітіруге дайындап жатырмын. Сыр, нан болды. Қазір микроволновкаға салам 1 минутқа. Содан кейін, кстати, мен ертең нан алуды ұмытпау керекпін, сондықтан тұра салып бірінші шай қоюға жүгіреміз ғой. Сондықтан нан алуды деп жазып қойдым. Қазір өзім 1 стакан шай ішемін, осыны жеп алып, сосын ұйықтаймын. Мен ұйықтайтын едім, бірақ Омар жаңа сағат 2-де 1:30-да әрең ұйықтады. 11-ден бастап ұйықтата алмадым да. Бүгін далаға шығып біраз жүрді қой. Содан ба андай күні бойына ұйықтап жүрді да. Базарға бардық, барлық жерде ұйықтап жүрді. И келді да бүгін ұйықтамай қалды үйде. Енді қарап жүрсем аздап. Мен қарап жүрсем жақсы көремін. Алдында былай жасап жеп көргенмін. То есть былай болғанда сыр мен нанды да. Бірақ тұзы аз болды маған осы сырда. Сыр жұмсақ кезде тұз сүй боламыз. Сырдың қандай жұмсақ екенін қараңыздар. Все, баршаңызға ас болсын.